Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тікбұрыштап проекциялау. Проекцияның бір жазықтағы проекциялау. Нәрсенің деп отырғанымыз мынау. 43-ші суретте белгілегендей тікбұрышты проекциясын салу қажет болсын. Проекциялардың вертикаль жазықтығын таңдап аламыз. Оны В әрпімен белгілейміз. Вертикаль жазықтығы деп отырғанымыз мынау. Оны В әрпімен былай белгілеп аламыз. Көрушінің алдына орналасқан осындай жазықтықты фронталь жазықтығы деп атаймыз. Мына жазықтықты белгілеп алған жазықтығымызды фронталь жазықтығы деп атаймыз. Бұл француздың фронталь беті көрушіге қараған деген сөзден шыққан. Енді нәрсенің алдыңғы жағынан қарай отырып, оның осы жазықтағы проекциясын құраймыз. Яғни алдыңғы жағынан деп отырғанымыз осы жағынан қарай отырып құрамыз. Ол үшін мысалы нәрсенің төбелер деп отырғанымыз мыналар міне, және тесік нүктелер деп отырғанымыз мыналар міне, мына екі нүкте. Проекциялардың сәулелері арқылы бұл проекция жазықтығына перпендикуляр түсіреміз. Перпендикуляр деп отырғанымыз бұл түзу түсіреміз деген сөз. Ал сәулелер деп отырғанымыз міне мыналар. Олардың жазықтықпен қиылысу нүктелерін белгілеп, оның түзумен, ал шеңбер нүктесін қисық сызықпен қосамыз. Шеңбер деп отырғанымыз мыналарды қисық сызықпен қосамыз, мыналарды түзу сызықпен қосамыз. Сөйтіп, нәрсенің жазықтықтағы проекциясын аламыз. Одан кейінгі біздің мысалымызға келетін болсақ, бұл проекцияны екі жазықтығына проекциялау. Екі проекцияны өзара перпендикуляр екі жазықтықта фронталь және горизонталь жазықты саламыз. Фронталь деп отырғанымыз мынау, горизонталь деп отырғанымыз мынау. Фронталь В жазықтығына проекция алу үшін нәрсені алдыңғы жағынан қараймыз. Яғни бұны алдыңғы жағынан қараймыз. Ал H жазықтықты үстінен жағынан қарастырамыз дейді. Үстінен қараймыз деген сөзін қараймыз. Нәрсенің В жазықтығы проекциясының фронталь жазықтығы дейміз мұнаны. Фронталь жазықтығы дейміз. Ал H жазықтығы проекцияны горизонталь жазықтығы дейміз. Горизонталь жазықтығы дейміз. Осы жазықтардың қиылысу сызықтарын проекциялар өсі деп атаймыз. Яғни мынаны, X сызықты, екеуін бөліп тұрған сызықты, бұл проекциялар өсі деп атаймыз. Оны X әрпімен белгілейміз. Кейінгі мысалымыз 47-ші мысалға келеміз. Бұл нәрсенің кескінің бір парақ қағазға сызу үшін оны бір жазықта сызады. Оны біз 47-ші суреттен көріп тұрмыз. Ол үшін проекциялардың горизонталь деп отырғанымыз мынау жазықтығын ол вертикаль жазықтықпен беттесетіндей етіп X өсінен беттеседі деп отырғанымыз мынаған біріне беттесек, екеуі біріне беттеседі. 90 градусқа бұрамыз. Сонда екі проекцияда бір жазықтықта орналасқан болып шығады.